Біздің осы Америкаға келуімізге себепкер болған және жақын көмектескен доктор Габриэлдің ұлы биыл университет бітіріп, соның құттықтау кешіне келіп қайттық. Бұл кісі Эфиопияның тумасы, осы Америкаға келіп докторантура оқып, одан ары қарай жұмысын жалғастырып, осы Америкада 20-30 жылдай өмір сүріп келе жатыр. Осы жақта екі баласы дүниеге келген. Соның ұлы қазір оқу бітіріп, құттықтау кешін өткізіп отыр. Осы бірнеше сағаттық кеште Америкада болсақ та, сол Африкаға барып келгендей сезімде болдық. Өйткені бұл кісілер христиан дінін ұстайды. Дінді де жақсы ұстанып келе жатыр. Одан кейін өздерінің салт дәстүрлері, тілдері, киімдері, сосын билері. Одан кейін мысалы тамақтары, одан тіпті осы Эфиопия өзі кофемен танымал екен. Осы отырыста мысалы кофені тұтандырып, әр столға қарай кофенің иісін шығарып, одан кейін ең соңында кофені беріп, сондай бір салт дәстүрді мықты ұстанған. Одан кейін осы Американың да жақсы жағын алып, өздерінің де тектерін ұмытпай осылай келе жатыр. Сондай бір керемет болды.